Сен адамдарға больше бересің, бірақ ожидать етпейсің. Исламның жалауын алып жүрмін. Сіз үшін жетістік не? Бір сөзбен айтқанда. Трейдингте 230 жыл тарих бар да, қаншама ғасырлық. Бизнесті бір күнде тастап, қалай трейдингқа оп-оңай келдіңіз? Бұл сала біз мұсылмандарға халық харамда ажыратып алу өте маңызды болады да. Сізді не шабыттандырды бұл салада ше? Ақша ол инструмент. Сен ақшаны кез келген салада табасың. Құндылықты бірінші орында ақшаға қойғандағы мәселе. Көрдің бе? Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен бірге Ұлжан Маратқызымен пайдалы подкаст түсіруді жөн көрдік. Енді көп созбай, бірден бастасақ сұраққа көшсек. Бірақ ең алдымен Ұлжан әпке біз өмірде қалай сөйлесеміз, дәл солай ашық, шынайы сөйлесек. Және сұрақтарға да шынайы жауап берсеңіз. Бисмилlah, онда бастайық. Ең бірінші сізге сұрақ. Қазіргі таңда сіз өзіңіздің блогыңызды қолға алдыңыз. Қазір көп әйелдерге өзіңіздің біліміңізбен бөлісіп жүрсіз. Қысқаша сіз кімсіз? Сол жайлы айта кетсеңіз. Бисмилlah. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Бұл подкасттың жалпы мақсаты сіздерге бір пайдалы бір ақпарат ұсыну, содан кейін барып жалпы мен кіммін, көп кісілер сұрап жатады, сіз кімсіз деген сияқты. Сол бойынша кішкене ақпарат бере кетейік деген жөн, сол мақсатта түсіріп жатырмыз. Жалпы мен кіммін? Бірінші орында мен құлмын. Мен Алланың құлымын, мен адаммын, жай ғана қарапайым адаммын, Аллаға шүкір, сіздер сияқты. Ал енді мамандықтарыма келетін болсам, жалпы бұл өмірде жүрген жолдарыма келетін болсам, мен кәсіпкермін, айта аламын, кәсіпте болдым, және де мен қазіргі таңда сіздер білетіндей трейдер психологпын. Енді трейдер психологпын деп жатқаным, психология саласында именно ғылыми психология бойынша, трансактный анализ бағыты бойынша білім алдым. Мемлекеттік дәрежеде дипломы бар психолог мамамын. Және де трейдермін. Енді трейдер маманы болу үшін бірнеше уақыт керек болды, білім керек болды, жан-жақты іздену керек болды. Соның бәрін қалыптастыру арқылы, Аллаға шүкір, қазіргі уақытта қаншама кісілерге қосы трейдинг саласындағы қиындықтарына көмек беруге, психологиялық болсын, не болмаса трейдинг жағынан болсын, себебім тиіп жүр. Енді сізге екінші сұрақты қойсам, бұл сұрақ негізі өзіме де қызық. Мына сіз жайлы білу. Сіздің өмірдегі құндылықтарыңыз, мысалы біздің өмірде ұстанатын бір принциптер болады ғой. Сіздің принциптарыңыз қандай? Қандай құндылықтарды сіз жоғары бағалайсыз? Әрине, енді әркімнің өмірде құндылықтары әртүрлі болады. Енді мен идеальный адам деп өзімді айта алмаймын. Адам болғасын, пенде болғасын, біздің барлығымыздың қателіктеріміз болады, біз сол арқылы да Алланың құлымыз, пендесіміз деген сияқты, менің өмірде ұстанатын өзімнің арнайы бір принциптарым бар. Ол қай салада болса да, ол трейдинг саласы болсын, ол бизнесте болсын, ол басқа да бір адамдармен қарым-қатынаста болсын, мен ұстанатын принциптар, ол бірінші орында адамға зияның тимеу. Сен адамға пайдаң тимесе, ешқандай сенің адамға зияның тимеу керек. Екінші, сол осыған жанама түрде ұқсас принципім, сен адамнан алғанша көбірек бер. Сен өзің алғанша, мен неге ол принцип ұстанамын, себебі маған кәсіпте өте керемет көмектесті деп айта аламын. Себебі біз медицина саласында жаңағыдай, біздің орталық болды, медицинаға қатысты адамдарды сауықтыру орталығында жаңағыдай қаншама қыз-келіншектердің аяғы ауыр болуына, қаншама адамның емделуіне, әдемі сұлу болуына себеп болдық қой. Енді Астана қаласы бойынша орталығымыз ол. Сол кезде мен осы принципті қолдану арқылы, ұстану арқылы үлкен жетістікке жеттім деп айта аламын. Неге? Себебі мен сол принципті бір жерден естідім негізі. Мен соны опыттан өткізіп көрген адамдардың тәжірибесін қарадым. Сол кезде байқағаным, сен адамдарға больше бересің, бірақ ожидать етпейсің. Бұны бірақ ақысын Алла Тағала беріп қояды. Себебі айтады ғой, Алла Тағала жаңағыда, ол адам, ол халық, ол Алланың несі, былайша айтқанда есімі деп айтып жатады, енді қаншалықты екенін білмеймін, но сен адамдарға көп беру арқылы, сен адамдарға жақсылық жасау арқылы, сен Алладан былайша айтқанда мейірім аласың. Осы бір принциптерді мен көбірек ұстанамын. Аллаға шүкір, нәтижесі өте керемет. Себебі сен беру арқылы ешқандай ожидать етпей, керісінше алмай көбірек беру арқылы сен Алладан еселеп аласың. Осы бір принциптер. Енді өмірлік принциптер өте көп, енді оны қазір айтатын болсақ, целый день отыруға болады, но основной адамға бірінші пайдаң тимесе зиян тимеуге тырыстырамын.
тырысамын. Енді әрине тағы бір өте маңызды принциптардың бірі бар. Ол исламды практиковать етіп жүрген мұсылман ретінде ислам дініне барынша қандай да бір зиянды тигізіп алмау. Себебі біз қазір Аллаға шүкір мұсылманбыз деп айтамыз, иә. Басымызда орамал бар. Ол орамал біздің ислам дінінің жалауы деп санауға болады. Қазіргі уақытта мен даже айтамын ғой, иә. Даже мен өзім характерім күшті адам емеспін. Мен характерный адаммын вообще. Шығаратын жерде эмоцияны шығарып қалатын моменттер болады. Но мен всегда мына бір принцип ұстанамын. Мен басымда орамал тұрма, мен значит не исламның жалауын алып жүрмін. Соны абайлауым керек та. И мен сол нәрсеге, мен өзім енді біз адам болған кейін, пенде болған кейін қателіктер кетіп қалады. Сондай кетіп қалған моментте мен өзімді жинап алуға тырысамын. Мен өзімнің жеке басымның бір мақсатында емес, бір жеке басыма бір тіл тиіп, бір сондай адам екен ғой деп ойлау емес. Бірінші орында мына орамалға сөз тиіп кетпесе екен деген менде не тұрады да, ой тұрады да бірінші орында. Себебі жаңағы айтқандай, ол басымыздағы орамал, ол исламның жалауын ұстап жүр да. Сондықтан сол жалауға барынша байқау керек та. Себебі біз ол орамалға сөз тіл тигізетін болса, осы біз целый исламды қаралаймыз да. Себебі ислам діні ол идеальный дін. Ал біз пенделер өте андаймыз да, көп қателік жасаймыз да. Сол жасаған қателігіміз ислам дініне тиіп кетпеу керек. Менің екінші бір маңызды принциптерім бірі осы. Вообще керемет. Енді идеальный адаммын деп айта алмаймын, менде де қателіктер кетіп қалады, но барынша осы екі принципті ұстануға тырысамын. Практиковать етіп жүргеніме бірнеше жыл болды. Аллаға шүкір, Алланың беріп жатқан мейірімі, беріп жатқан ризығы, вообще мүмкіндіктері шексіз. Машаллах. Енді мені тағы да бір қызықтыратын сұрақ, ол сіз үшін жетістік деген не? Бір сөзбен айтқанда. Бір сөзбен айтқанда, бұл өмірде миссияңды табу ғой. Бұл өмірде миссияңды табу. Енді әркім әрқалай жетістікті бағалап жатады. Мүмкін дүние жағынан, мүмкін жаңа мамандық жағынан, бір қандай да карьера жағынан, басқа да жағынан жетістікке жету. Енді ол адамның еңбегі мен өзінің әрекетіне байланысты. Мысалы, дүниеге жету үшін қандай да бір салада бір соның шыңына жету үшін, сен егер еңбек ететін болсаң, әрекет ететін болсаң, сен оның шыңына жетесің Алланың қалауымен. Сен ол тапқың келген ақшаны табасың, ол проблема емес. Ал бұл өмірде менің ойымша ең үлкен жетістік ол бұл өмірге жалпы келген миссияңды жете алу да, миссияңды орындай алу. Сен вообще не үшін? Біз бұл өмірге әрбіреуміз бір миссиямен келдік та. Енді біз бұл өмірге келген екен біздің қара басымыз емес қой. Біз тек қана өзіміздің ішім жеміміз, күнделікті өмір сүруіміз, киюіміз, шетелге шығуымыз, жаңағыдай сол ғана өмір салтымыз болса, онда біз ұтылдық деген сөз да бұл өмірде. Менің ойымша, енді кейбір кісілер мен келіспеуі мүмкін, бірақ менің ойымша, егер адам тек қана өзінің қара қамын ойлап, қара басын ойлап, ішім жемін, өзінің жетістікке жетуін ойлап, тек қана осы өмірден өзін де ойлап өтіп кететін болса, ол бұл өмірден былайша айтқан кезде ұтылды деуге де болады да. Менің жеке ойым. Егер біз осы өмірге келгендегі басты мақсатымыз бір миссиямызды іске асырсақ, бір қандай да бір осы жаратылысқа бір пайдамыз тиіп кетсе, ол бір үлкен жетістік деп санаймын. Жеке басым пікірім. Ұлжан әпке, енді маған тағы бір сұрақ қызықтайын сіздің өміріңізде. Мысалы, мен білем сіздің бизнесіңіз болған бұрын Астанада 3 миллион обороты бар. Бизнесті бір күнде тастап, қалай трейдингқа оп-оңай келдіңіз? Қалай оп-оңай? Мысалы, біз бизнесті оны көтеруге тырысамыз, иногда жоғалтамыз, бар қыламыз, бірақ сіз крупный суммаға оборот жасап, бірақ оны бір күнде қалай қалай трейдингқа нөлден бастап кетіп қалдыңыз? Енді айта алмаймын, трейдингқа бірден нөлден бастап, аяқ басып бизнестің бәрін тастап кеттім деп. Жалпы менде Астана қаласында нөлден тұрғызған 6 жылдық кірпіші қаланған бизнес болды. Өзің де білесің, хабарың бар. Ол жерде біз біраз күш салдық, адамдардың денсаулығымен жұмыс жасадық. Медицинаға қатысты болған екен, барынша жаңағыдай зиянымыз тиіп кетпесе, жаңағы принцип, пайдамыз тимесе, зиянымыз тимесін деген мақсатты ұстанып,
сол мақсатта біз қаншама халыққа қызмет еттік. Бүкіл Қазақстаннан келіп емделушілер болды. Аллаға шүкір, нәтижелеріміз керемет болды. Ол бизнесті нөлден бастап тұрғыздым. Ол жерде әрине команда құру, жұмысшылармен жаңағыдай жұмыс жасау, басшы болу, жаңағыдай былайша айтқан кезде маркетингін игеру деген мәселелер болды. Ол енді өте керемет, маған өте бір көп таныстық алып келген бизнес болды. Себебі білесің, біз қаншама жұлдыздармен жұмыс жасадық, блогерлермен жұмыс жасадық. Енді сен сұрақ қойып жатсың ғой, осындай бизнесті сен қалай тастап кеттіңіз деген сұрақ. Ол сұрақты бәрі қойған. Даже менің туысқандарым шок болған. Сен басын жұмыс жасамайды деп айтқан кездер болды. Конечно, мен де солай айтатын едім. Маған айтты, сен қалай әлі күнге дейін мені танитын кісілер маған таңғалады. Енді мен өмірде мынандай адаммын да, мен егер бір нәрсеге шешім қабылдасам, болды, маған ешкім қарсы тұра алмайды, мен өз қалауларымды жақсы білемін, соны орындауға тырысамын. Енді әрине ол бизнес маған үлкен жетістік алып келді. Жаңа сен айтып жатқандай, кемі айына оборот емес, чисто пайда 1 миллион 3 миллион алып келіп тұрған пайда болды. Сол пайда енді көп жағдайда мысалы трейдингке ақша жаңағыдай жоқтықтан, енді түсінесің, енді ешкім найымда жұмыс жасағысы келмейді, оңай емес, айлықтан айлыққа жету деген мәселелер, соны тастап келіп жатады. Ал менің оқиғам кішкене күлкілі, кейбіреу жаңағыдай не алмайтын да шығар, сенбейтін де шығар, на самом деле ақша болып тұрып, дайын бизнесті тастап мен трейдингке ауыстым деген сөз ғой. Ол бизнесті тастау оңай болған жоқ, өйткені бізде үлкен клиенттік база болды, бүкіл Қазақстан бойынша клиент болды. Бүкіл Қазақстанға мен ол салада да, кстати, білесің, шәкірт дайындадым. Аллаға шүкір, қазіргі уақытта өте керемет центрларын ашып, қаншама халыққа пайдалары тиіп, былайша айтқан кезде мен жолымды жалғап жатқан шәкірттерім бар. Мен олармен мақтанамын. Менің өмірдегі ең бір үлкен жасап кеткен ісім сол болды. Осы салада, жаңа денсаулық саласында шәкірттер дайындап, адамдарға сол шәкірттер, енді мен шәкірттерім ғой, солар арқылы маған былайша айтқан кезде алладан бонус, солардың емдеп жатқандары, адамға тиіп жатқан пайдалары маған келіп тұрады деген бонус. Әлі күнге дейін өзіме былайша айтқанда рахмет айтам, себебі ол ойлашы, сен шектеусіз келіп тұрады да, сен Қазақстан бойынша шәкірттерің бар, олар адамдарды емдеп жатыр, оның басында мен үйреткен жаңағы ем деген сияқты. Енді ол бизнестің құрылымын айтсақ, жетістігін айтсақ, керемет. Қазіргі таңда ол бизнес жұмыс жасап тұр. Өзімнің нөлден бастап келген шәкіртіме табыстап кеттім. Өте жаңағыдай успешный бизнестардың бірі, маркетингі аяқтан тұрған, уже құрылымы тұрған, клиентский базасы бар бизнес. Енді оны неге тастап кеттім деген сұрақ. Енді қараңыздар, мен бір күні осы трейдинг саласымен таныстым. Трейдинг саласымен танысқан кезде маған қызық болды. Ол кезде біздің Қазақстанға әлі толықтан келмеген, 2019-2020 жылдары тұғын, толық әлі трейдинг саласы нақты келмеген, енді ғана танылып жатқан кез болатын. Сол кезде бізде Думан Ерғанат деген бала болатын, танитын кісілер бар ма, жоқ па? Сол кісіге Алла разы болсын, бүкіл қазақта, жалпы негізі мен айта аламын, трейдингті Қазақстанға сол келіп алып келді, танытты қазақ тілінде. Сол баланы мен қарап жүрдім, мен бірінші қызық болды маған. Мен вообще өмірде сынатын принциптарым бірі бар, тағы айтатын принциптар көп қой енді. Оның бірі жаңағыдай сетевой маркетинг, пирамида дегенге мен жалпы қолдамаймын и жоламаймын. Мен ұнатпаймын жалпы. Сосын тағы бір мен принциптарым бар. Жалпы бір салаға қадам басатын болсам, бір салаға келетін болсам, мен зерттеймін. Мен мысалы, маған ұнамайды, біреу айтты, осыны жасай салайық та, или болмаса ана жерде айтады ғой, бір ақша көп екен барайық дегенше, сондай мен былайша айтқанда или адамдарға недоверие ма, может, или өте қатты андай болады ғой, зерттеліп қалған адаммын ба, мен зерттеймін, мен сенбеймін. Мысалы, сен маған айтсаң, трейдингте көп ақша екен, трейдинг деген бірдеңе шығыпты, сала шығыпты десең, мен саған, давай көрейік деп айтуым мүмкін, бірақ мен сол сенің айтқанмен еріп кете алмаймын. Мен сондай өзім характерім бар да, типажым. Мен барам, мен Думан Ерғанатты көрем, ол кезде мен өзім тендермен айналысып жүрген құрбым болатын. Сол кісі айтты, осыны қарашы, осы трейдинг деген сала шығыпты деп. Қандай сала, қызық, қандай сала. Екеуміз қатты қызықтық, зерттеп бастадық. Қазақ тілде таратып жатқан сол Думан Ерғанат болды. Енді басында менде мынандай ой болды.
ол сетевой маркетинг па, енді білмейсің ғой, енді мүлдем хабарың жоқ, ешкім трейдинг туралы айтып жатқан жоқ, сол единственное біреу айтып отыр. И ойладым, сетевой маркетинг пе екен, пирамида ма, мошенник па, не екен бұл, қызық, графиктерді көрсетеді, не график мынау, өміріңде көрмегенсің. Анау мен айтамын ғой, бұл мидың саласы сіздерге таныс емес. Бірінші уақытта ми защитный орган болғандықтан, психолог ретінде айтамын, ол бірінші сіздерге жаман ой береді да. Ол всегда, ол барлық өмірдің ситуациясында жаңа бір нәрсемен кезіктіңіз ба, ол ми сізді қорғау мақсатында сразу жаман андай ой беруге тырысады да, и сізді қорғау керек қой. И миым айтады ғой, мынау не графиктер, өтірік қой мынау, қалай ол сонда графиктерді қарап ақша салуға болады деген мәселелер. Енді мен бұған дейін біз білеміз ғой, түрік сериалдарын, анау европалық сериалдарды көрген кезде біз білеміз, сол жерде акциялар, құнды қағаздар, сен мынанша проценттің, мысалы сен иелігінде, әкесінде мынанша процент компанияның деп жүргенді білеміз, естиміз ғой енді. Мен солар есімде, сосын ойлана бастадым, мына құнды қағаздар, құнды қағазды бәріміз білеміз, бірақ енді оны құнды қағаздар дейміз біз, доллар сияқты қолма-қол алып, сондай бір иелену керек деп ойлаймыз, ана онлайн түрінде алып сату деген нәрсе маған мүлдем жаңа болды да. И біз құрбым екеуміз думан ерғанатты зерттеп бастадық, и сөйтіп жүрген кезде, оказывается, эксперттер бар екен, Россияның эксперттері, Американың эксперттері, уже сол жаққа шығдық, сол жақта қарадық деген сияқты. Соны зерттеп жүріп, бір күні мен шешім қабылдадым. Ол кезде бизнес жүріп тұр, менде қыздарым бар жұмыс жасайтын, мен өзім басшымын, енді бастықпын, жұмысқа бармасам да болады. Сонымен не болса да осы трейдинг саласын зерттеп көрейін, оқып көрейін деп шешім қабылдадым. Жұмысты тастаған жоқпын, жұмыс жүріп тұрды. Содан думан ерғанаттың жаңағыдай офлайн обучениесіне жазылдым. Енді қызықтың бәрі сол кезде басталды. Өзінше енді трейдинг, табылып жатқан ақшалар, олар енді табылып жатқанды салады ғой, $1000 күніне, $500 жарты сағат, мына. Енді бір жағы шыны керек, адам болғаннан кейін сен табылып жатқан ақшаға да қызығасың. Бірақ табылып жатқан ақша екен деп мен тура ақшаға фокусты салмай бірінші зерттеп алдым. Не сала, қандай сала, шын мәнінде ақша бар ма, сетевой емес па, пирамида емес па деген сияқты. Соның бәрін қарап алғаннан кейін барып мен уже не істедім, ақша табуға болады. Уже все план құра бастадым. Қалай оқимын, неден бастаймын деп. Содан офлайн обучение болатын болды. Жазылдым, олар Астана қаласына келді. Енді мен өмірде тағы бір принциптарым, жалпы мен обученияларды налично оқыған жақсы көремін. Себебі мен психолог ретінде білем, әсіресе трейдинг саласында кейін мен зерттей келе толыққанда түсіндім, трейдинг саласында жалпы кредитке оқыма, рассрочка оқыма дейтінім, ми бір жерге фокусты қою керек. Не сіз мүлдем жаңа салаға барайын деп жатсыз, тем более жаңағыдай мидың саласы, сіз мына жақта қарыз деген фокусыңыз тұратын болса, сіз мына жаңа екінші жаңа салаға былайша айтқан кезде фокусыңыз дұрыстап қоя алмайсыз. И мен сол кезде жалпы енді трейдингке келгенде оны кейін барып толыққанды зерттеп, соның ішкі кухнясына кіргенде барып түсініп жатырмын да. На самом деле оған дейін де менің жаңағыдай нелерім болатын, принциптерім, алатын жаңағы білімге мен ақшаны налично төлеймін деген сияқты. Өйткені мен медицина саласында жүрген кезде өте көп жан-жақты білімдер алдық қой. Сол кезде менде білімге всегда ақша тұру керек деген мәселе болатын. И мен білімге жаңағыдай тікелей өзім жинаған ақшаларым қорларыммен салатын. Солай мен 500 мыңға обучение алдым. Өкінбеймін, қадам бастым, бірақ мен айталам, сол обучениеға барған кезде мен әлі есімде, күлкім келеді. Бізге вообще онлайн обучение берген, мен жұмыспен жүріп оны ұмытып кеткем. 4 күн офлайн обучениеге барған кезде мен бірінші күні әлі есімде, сабақ бастап жатыр, мен вообще фокусым қоя алмай жатырмын да. Мүлдем жаңа сала да, мүлдем жаңа сала. И түсіндіріп жатыр, кураторлар шығып түсіндіріп жатыр, думан шығып өзі түсіндіріп жатыр. И менің ойым, қазір перерывтағы кофе брейк бар ғой, сол болып тұр да. Неге? Себебі анау миым қабылдағысы келмей жатыр. Өйткені бұған дейін менің миымда өте көп информация тұр ғой медицина бойынша. Жаңағы ол салада уже мен өзімді қойып тастадым 16 жылда. Енді ми оның нейрондарын бәрін толық қалыптастырғаннан кейін оған ол жақ оңай болып тұр да. И мен алдымда мүлде медицинаға қатысы жоқ салаға келдім да, и оған жаңасын салайын деп жатырмын да. И менің әлі есімде, күлкім келеді, қашан кофе брейкке шығамыз, қашан кофе. Менің екі көзім экранда болғанымен, ойым бәрі кофе брейк болып отырған, әлі күлкілі, сонда әлі айтам. И бірінші күн солай болды. Мәзбін, примерно біреу кірді, біреу шықты, үйіме қайттым. Үйде жолда еще за рулем кетіп барды, ойлап қоям, керемет сала екен, бірақ дым қақпаған ғой.
керемет сол Мәссаған. екен. Ана енді жетістіктерді көрсетіп жатыр, алдағы уақытта мүмкіндіктерін көрсетіп жатыр, иә, қалай онлайн түрінде жаңағыдай жетістіктерге жетуге болады. Жаңа енді айтамыз ғой біз трейдинг саласында оңай, егер жаттап жақсылап үйреніп алатын болсаң, кез келген елде жаңағыдай, иә, мемлекетте, жерде отыра бересің и сен сауда жасай бересің, сенде ноутбук болса болды деген сияқты, иә. Негізі вообще менің өте қатты қызыққаным сол болды да. И мен соны жаттап алғам, сол маған жаңағы күшті керемет мотивация, бірақ дым қақпай қайтам. В общем, екінші күні вообще басым ауырды. Сонымен 4 күн офлайн өтті. Қызықтың бәрі содан кейін басталды. Сабақты қақпағам. Содан кейін енді олардың бізде лайф сабақтары басталды. Кешке бірге сауда. Енді мен герой емеспін ба? Мен өмірде вообще көп нәрседен қорқа бермеймін. Алланың сондай берген бір қасиеті бар шығар. Мен Алладан ғана қорқам. Көп нәрседе риск алғанды жақсы көремін. Риск алғанды жақсы көремін. И алдымда менде личный сол кезде $10,000 ақша болды. Енді қордан бөлек жаңағыдай, иә, обороттан бөлек жаңағыдай личный болады ғой бір ақша жай тұрған. Сол ақша болды. Мен алдымда геройлыққа салынып, эгам бар ғой жаңағыдай. Мен айтам ғой, трейдингті эго өлтіреді. Негізі жалпы трейдингті новичоксың қолыңда үлкен сумма болса, ол опасный нәрсе. Мен айтушы едім. И эгаң болса, это вообще. Неге? Себебі менде эго ұрып тұр. Мен бұған дейін кез келген саланы игеріп кеткем, уже жетістікке жетіп қойғам, маған осы трейдинг не болыпты деген ой тұрды. Өзім қақпағанмен шаруам жоқ. Содан алдымда тұрған лишний $10,000 алдым да реал счетқа салдым. Ал сонымен не дұрыс білім жоқ, не қалыптаспаған, миым дұрыстап қабылдамаған. Енді бұл жерде бір ошибка, біз групповой обучениеда кураторлардан кетті деймін ба, мүмкін оқытқан адамнан бізге жақсылап тұрып миға құйған жоқ. Сіздер қазір үлкен суммамен реал счетқа кірулеріңіз қауіпті деген сияқты нәрсені қатты дабыл қағу керек еді. Қазір мен шәкірттерге сол нәрсені қаттылап ескертемін и ережелерін дұрыстап қалыптастырамыз да. И мен $10,000 алам, Freedom Bankке салам, Freedom Brokerге алдым, ал $10,000 мен қолымда бар. Я мен былайша айтқан кезде мен көп айтам, трейдинг новичокқа керемет шанстар береді бірінші алғашқы уақытта. Содан кейін сізді аямайды. Ол рас нәрсе. Сол менің басымнан өтті. $10,000 салғаннан кейін мен тауып бастадым. $500, $400, $200. Мен әлі қақпағам трейдингті. Мен просто аналармен бірге лайфта отырамын кешке, графикті ашам, светилардың қозғалысын білемін, анализ ештеңе қатырмағам. Ойла, сен өзің енді ғана обучение бастаған адамсың. Содан кейін алдым да и тауып бастадым. Ал сен ойла, $10,000 таптың, сен $500, $600, $200, $100, кемі $100 тауып жүрдім. Оңай тауып атсың да, оңай. Сосын ойладым, мәссаған, трейдинг деген осы екен. Неғып мен ақымақ болып жүрмін. Бизнесті нөлден құрып, еще оның қаншама жұмысшының жауапкершілігі енді денсаулықпен қатысты сала болған екен. Ол жерде сен әрбір, мысалы, мен өзім болмасам да, жаңағыдай, мастерлердің қасында, мен уже уайымдап жүремін да. Мен шетелде жүрсем де, басқа қалаға кетсем де, мен офлайн жұмысты тастағанмен қыздарға, менде всегда уайым болады. Менде жауапкершілікті қатты сезінетін адаммын да. И мен біреуге біріңге болып қалмай ма екен, мен жоқта жаңа мәселелер енді адамдық факторлар неше түрлі болады ғой, сондай болып қалмай ма, иә, мен болмай қалсам қастарында қалай деген сияқты мәселелер. Себебі біздің емделетін кісілеріміз көбіне үлкен кісілер болатын да. И соларды уайымдаймын и ойлап қоямын, мына жерде не деген батпан құйрық, кайф қой мынау деген. Вообще, сен ойлашы, $10,000 салдым, ертең $100,000 салсам, мен вообще есептеп жатырмын ғой уже, примерно қанша байып кететінді. Содан алдым. Бір күні мені бір акция оңдырмай қадады. Қадады дегеннен трейдерлер түсінеді, минусқа кіргізді ғой. $3,000 бір акциямен, $3,000. Ол жерде енді білімсіздік, мен бірінші орында айта аламын, білімсіздік мен алып келген, сосын эго болды и рынокпен ерегісу болды. Мен көп жағдайда айтам, иә, трейдерларға никогда рынокпен ерегіспеңіздер деп ше. Өйткені ол биржа, ол всегда прав. Ол биржа, ол сенің қатең жасап жатқан. Сосын білімсіздікпен көп ақшаны жоғалтуға болады да, бұл саладашы. Просто бірінші білімге акцент салыңыздар деп айтып жататын сол да. И жаңағыдай эго, иә. Эгоң басым болса, сені нарық аямайды. Эгосы барларды сындырады. Вот осы минус $3,000 мен оятты ғой. Мен ояна бастадым. Уже мен қорқыныш пайда болды, менде эгом сынып бастады. Бұл биржа оңай емес екендігін, жалпы бұл биржадағы сенен де мықтылар бар екен, сен кімсің вообще Қазақстанның ішінде отырып алып, биржаны игеретіндей, биржаға оңай келетіндей деген мәселелер пайда болды. Енді әрине одан кейін мен обучениеға деген жолым ашылды ғой. Енді біз бағанағы бастапқы нәрседен ауытқып кеттік қой. Енді вообще бизнесті тастап неге трейдингке? Менде жалпы бизнесте
ақша жеткілікті болды, Аллаға шүкір. Біз өйткені аяқтан тұрған бизнес болды. Просто маған трейдингке қатты қызығушылық танытқаным еркіндік болды. Енді біз ойлаймыз көп жағдайда ақшалай еркін болсақ, ақша жеткілікті болса біз еркінбіз деп. Жоқ, ол өте қате нәрсе. Себебі мен өзім білем, кәсіпте жүрген кісілер біледі, әсіресе офлайн бизнесі бар, әсіресе медицина саласымен қатысты бизнес болса, сен ол жерде ақшалай еркін шығарсың. Еркін шығарсың, бірақ толыққанды жаңағыдай эмоционалды дейді ғой, олай еркін бола алмайсың. Себебі сен әрбір келген клиентке жауаптысың. Мен оны қатты сездім. Ол қатты жауапкершілікті талап етеді, оған как попало қарауға болмайды. Сол нәрсе мені қатты толыққанды еркіндік сыйламады. Жалпы айттым ғой, мен негізі ақшалай түрде еркін болдым. Ақша келіп тұрды, Аллаға шүкір, жұмысымызға, ниетімізге сай Алла тағала берді. Но бірақ мен эмоционалды түрде еркін болған жоқпын. Мен жалпы негізі мен айтамын ғой, трейдингке келгендегі үлкен бір мақсатым ол мен негізі баяғыдан армандайтынмын, осы блогерлер шығып бастады ғой, инстаграмдан бастады. Сол кезде мен қатты қызыққаным мынау болды. Жаңағыдай travel блогерлер бар ғой, Арел Решканы көп көреміз ғой біз. Сол кезде мен әлемді аралаған жақсы көретінмін. Мен өзі вообще саяхатты, мен айтамын қаңғыбаспын, қаңғырған жақсы көремін деп ше. Саяхатты жақсы көремін мен негізі. Сол менде трейдинг маған бір қатты бір не болды да, толчок болды дейма, бір нит табылғандай болды да, басынашы осы бір арманымды орындауға бір нәрсе дайын нәрсе шыққандай болды да, мен сол үшін трейдингке қатты қызықтым, мен соған жабысып қалғаным сол болды да. Менің арманым жаңағы әлемді аралау болды. Сол әлемді аралау арқылы жаңағыдай блогер болу. Мен негізі бір арманым болатын осы. Маған трейдинг сол арманға жетуге бір себеп болатындай көрінді да. Мен жаңағыдай өмірде жасап жатқан адамдарға пайдамыз тиіп жатса да, ақша тауып жатсақ та, сол қанша аяқтан тұрып жатса да, сол бизнесті қиып осы бір салаға келуіме сол бір арман болды деп ойлаймын мен. Себеп болды да. Әрине енді мүмкін ақша, көп кісі айтуы мүмкін қазір, ақша ғой сендерді қызықтырған. Мен ақша тауып жүрдім. Оған дейін де мен ақша таптым. Мен басқа салаға барсам да ақша табылатын. Мен білесің ғой, ғылыми психологияны оқығанмын. Мен психотерапевт болуға да шамам бар. Кемі 30 мың, 50 мың қазір біздің сотрудницаларымыз, бізге бірге оқыған, менің бірге оқыған группаластарым деп те айта аламын. Ол кісілердің қазіргі мысалы психология саласында алатын жаңағыдай терапияға қаржылары орта есеппен 30, 40, 50 мың да. 100 мыңға да көтеруге болады. Сізді ақша қызықтырған жоқ, бір сөзбен айтқанда. Былайша айтқан кезде маған ақша табуға бірнеше вариант болды да. Менде ол өзім жұмыс жасап тұрған кәсібім болды. Ақша келіп тұр. Онымен қосымша мен психотерапевт болуға шамам болды. Себебі мен білім алдым. Ол салада жаңағыдай дипломдардың бәрі, сертификаттарын, лицензиясынан өттім. Европалық ассоциацияның құрамына кірдім. Қазір ол салаға жеке тоқталсақ, мен бір сұрақ қызықтырып тұр да. Жоқ, енді ақша дегенде ақша тірелген жоқ. Мен қазір ойлансам, сол бір мен арман жетелеген сияқты да. Трейдингке ше. Себебі мен уже көрдім, елестеттім. Енді мен рекламаға тойып алғам ғой, маркетингқа. Сен қай елде отырсаң да, сенде интернетпен ноутбук болса болды, сен ақша таба бересің деген мәселе. Осы бір арманды орындауға вот осы сала маған себеп болады дедім да. Көзімді жұмып сол салаға былайша айтқанда қадам бастым ғой. Енді Аллаға шүкір айта аламын, қазір сол уақыт өте келе сол нәрсеге жетіп келе жатыр екенмін да. Сонша енді аяқтан тұрған қаншама клиенті бар, қаншама алғыс алып келген, қаншама жетістікке жеткен, ақшадан бөлек, ақша енді бірінші орында тұратын құндылық емес мен үшін. Қаншама адамдармен танысуға себеп болған саламды қиып тастау оңай болған жоқ. Әрине маған қатты бір жерімді бүйтіп жұлып алғандай сезім болды, но мен андай адаммын да, бір нәрсеге жетем дедім ба, болды. Тарс көзін жұмады да, болды, все, қарамай кете береді. Бұл жерде сіздің арманыңыздан бөлек мінезіңіз де болып тұр ғой, сізді жаңағыдай. Енді ол әрине Аллаға шүкір, бұл жерде мен әкемнің характері деп айта аламын. Әкемнің характері деп айта аламын. Менің әкем өмірде өте андай болады ғой, ол кісілер енді 68 жылғы кісі. Ол кезде мысалы әке шеше, енді ол кісілердің енді медицина қай жақтан келді, ол салаға неге жүрмін десеңіздер, менің жалпы әкемнің әкесі
бір дәрігер болған, анасы да дәрігер болған. Ол Түсінікті. замандары дәрігер болу оңай шаруа емес. Енді ол Иә. СССР-дің кезінде өмір сүрген кісілер, ол кезде менің әкем шынын айтқан кезде өз күшімен жеткен көп нәрсеге. Менің әкем өмірде былайша айтқан кезде жалпы қарыз, сондай кредит деген нәрселерді жек көретін. Жалпы сол қасиет берілген екен да. И мынау жаңағыдай енді біз әке шешеден ары аттап кете алмаймыз ғой. Сол кісілердің құндылықтары беріледі ғой. Менің анам өмірде өте жаңағыдай адамдармен қарым-қатынас жақсы құратын да. Өте жаңағыдай коммуникацияға өте жақсы кісі еді. Сол кісілердің былайша айтқан кезде жақсы, енді жаман жағы да берілген шығар, жақсы құндылықтарын мен алған екенмін да. Вот қайтпай соңына дейін бару, ол мен әкемнен берген қасиет қой. Сіз енді арманыңызға жету үшін трейдинг саласына ауыстыңыз да. Ал сіз қазір сізге трейдинг не берді? Енді қазір ойлап қалмасын, Ұлжан трейдингке келіпті да, бәрі күшті болып кетті да, әрине оңай болған жоқ. Мен жылаған түндерім болды, күндерім болды. Мен не үшін бизнес сатып жүрмін? Қазір мен вообще бизнесті қосымша алып жүрсем, маған ол трейдингке мешать етпейтін еді. Жалпы. Неге? Себебі трейдинг бізде білесіздер, біз Американың қор биржасымен жұмыс жасаймыз. Мысалы, Америкамен жаңағыдай бізде сағаттық разница болғандықтан, оларда таң атып жатса 9:30 болса, бізде кешкі сағат 7:30-да биржа ашылады жалпы. Мен кәсіпті алып тем более мен ол жерде басшымын. Менде жаңағыдай жұмысшылар бар. Мен кәсіпті қатар алып жүре алатын едім. Кәсіпті қатар алып жүруге де, жұмысты қатар алып жүруге де болады. Егер жаңағыдай ойланып жатқан кісілер болса, неге мен бизнесті сатып жібердім? Себебі менде мынандай тұрды. Енді мен фокусым екіге бөлінді. Бірінші орында. И мынау нөлден келіп жатқан сала оңай болмай жатты да мағанша миға қабылдау. И менде адам андай ғой, пенде болғасын біз всегда оңай, жеңіл жақ қарай алып кеткенді жақсы көреміз ғой. Мына жақта енді нөлден келгендіктен маған қиын болып жатты, сондай миыма қонбай жатты. Сол кезде мына жақта ақша бар ғой менде, бизнестен келіп тұрған. Сол всегда мен мына жаққа бұрып тұратын да, екінші жаққа ше. Сен не істейсің мынаны? Тастайсыз? Мына жақта ақша келіп тұр, басында ұртып, нең бар деген сияқты менде всегда екінші жаңағыдай екі қайықтың ортасында тұрып алсам, мынау сол жағын басып кетіп жатты да. Сосын мен түсіндім, қазір мен егер мына кәсіпті сатпасам, біреуге бермесем, қалдырмасам, табыстамасам, мен не істеймін, трейдингті оңай тастап кете саламын. Менің арманым жайында қалады, жаңағыдай еркін, ешкімге тәуелді болмай, ештеңкеге тәуелді болмай, еркін ақша табу жүру дәрежесіне мен жете алмайтынын түсіндім. Содан алдында тарс көзімді жұмып, менің өзім кәсіпті тастап кеткен, сенімді қолға тастау керек болды да. Енді қаншама сенімді клиенттер, олардың барлығын қалай тастайсың деген адамгершілікке жатпайды ғой. Содан алдым да, менің өзім нөлден бастап дайындаған шәкіртім болады, Мақпал деген. Соған айттым, бірден келіп, Мақпал, мен кәсіпті саған берейін деп жатырмын. Жоқ, сатайын деп жатырмын деп айттым ғой, қателеспесем. Алып қал, саған ғана сенейін деп тұрмын. Ол вообще шок болды. Қалай, неге, әлі ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Мен өзім ішімнен шешім қабылдадым. Мен бірінші соған айттым, саған берем, алып қалам десең, мен саған сұрап берем, ойлан. Болмаса мен басқа адамға сатам. Ол сразу шок болып қалды. Қалай сіз, неге, қалай сонда бәрі ақша келіп тұр ғой, анау мынау деген әңгіме ғой енді. Бізше қалай центр аяқтан тұрған деген сияқты. Менде ары қарай қайтар жол жоқ. Мен бұл шешім қабылдадым. Ол ойланайын деп кетті. Мен оның жауабын күттім. Егер ол жоқ десе, мен басқа адамға көзімді жұмып сатуға дайын тұрдым. Неге? Себебі менде нақты дайын ақша бар, комфорт бар, мен оған алып кете бердім. Мен соны саттым полный, бүкілін бердім, сосын фокусты толық мына жаққа қойдым. Трейдингке қойдым. Әрине оңай болған жоқ. Трейдинг бірден келіп батпан құйрыққа бата қалатын дүние емес. Трейдинг ол мамандық. Ол трейдинг, біз айтамыз ғой, рилстарда айтып жүрміз, әлемдегі ең элитный жұмыс болып саналады. Неге? Себебі сен ешкімге тәуелді емессің, таңертең кешке жұмысқа бармайсың, сен басында білім бірінші орында, содан кейін қолыңда жаңа ноутбугың, қаражатың болса, сен былайша айтқан кезде ең оңай кәсіптің түрі да. Мен соның бәрін тастағаннан кейін фокусымды білімге қойдым. Қазіргі таңда 8-9 адаммен тәжірибе алмастым деп айта аламын. Алғашқы ұстаздан кейін. Себебі мен өзім бір салаға қадалып тірелетін болсам, жалпы сол саланы түбінен зерттеген жақсы көремін да.
Себебі енді қараңыздар, бұл салада көп келеді да, неге жаңағыдай өздерің ақша тауып жатсыңдар, оқытасыңдар деген сияқты, иә. Бұл жерде мен былай жауап беруші едім, ешкім трейдингке ұстаз боламын деп келмейді. Трейдингке бәрі алғашқы уақытта келетін кезде айтады, иә, өзім үйреніп алсам екен, өзім жақсылап игеріп алсам, осыдан бір ақша тапсам болды деп ше, биржа жақсысын алсам болды. Но сен үйреніп алғаннан кейін, сен жаттап алғаннан кейін биржаны, ол оп-оңай болып қалады. Просто трейдинг оңай ақшаға ауыр жол деп айтатын сол бастапқы уақыттағы миға нейрондарды қалыптастыру уақытында көп адамдар тасып кетеді. Анау мимен бірге жұмыс жасай алмайды, миды басқара алмайды. Негізі бізді ми басқарады ғой, ал оларды жаңағыдай өздері игере алмай қалады да. Миыншы сөйтеді, жаңағыдай неше түрлі қорқыныштар, неше түрлі жаңағы бастапқы уақыттағы нейрондар қалыптасқанға дейінгі болатын бастапқы этаптардан өте алмай тастап кетіп жатады да. Ал мен көзімді жұмдым, соңына дейін барам дедім, и бастапқы қиындықтар оңай болған жоқ, но сонда адам соңына дейін баруға жанталасып тырыстым да. И жаңағыдай ұстаздық болу ол бірден келген жоқ. Мен даже ойлаған да жоқпын. Мен ойлағам, енді мен офлайн бизнесте болдым, жаңағы өте активный өмір сүремін ғой, мен енді жалпы білесің ғой, өте активныймын, негізі жыбырлап қалған адам десем де болады. И мен, мне кажется, бір уақыт болды, мен бір уақытша бір шаршау болды да сол активностьтан. Мен ой болды, трейдингке барам, и все, ешкіммен сөйлеспеймін, еш жерге бармаймын, ешқандай жаңағыдай араласуларға бармаймын, чисто үйде жатып онлайн ақша табам деген ой болды менде. И ол бір 6 айға жетті ғой маған ше. И менің анау ішімдегі анау бір жыбырлақ Олжан оянып бастады ғой. Уже іштегі энергия менде өте тасып тұрады ғой, сыртқа шығармасам ол опасно да. Адамдардың типтары болады ғой, жаңағыдай экстраверт, интроверт. Мен сол экстравертпін ғой ше. Сол ішімдегі жиналып баратыр да, 6 ай болды, уже шығармасам жарылатын түрім бар. Уже жарылып алғансың ше бір рет. Иә, білесің ғой жарылып алғанымды. Сосын барып мен білесің ғой, қыздарды жинап, өзім жаңағы бөлісіп, ішімді шығардым деген сияқты, иә. И вообще тренингке келгендегі жол мен үшін ауыр болды. Негізі ол ауыр болғанда, егер де дұрыс жол көрсетіп жүретін адам болса, негізі ше, оны оңай өтуге болады. Қатты қиын деп айта алмайды. Просто мынау трейдингке келгенде сен егер ұстазың, сен қолына жетелеп, сол бір этаптарды дұрыс өтуге көмектесіп жерсе, сен қатты қиналмайсың, ақшада жоғалтпайсың, жоғалтпай өтуге болады. Мен бір шәкіртім білесің ғой, 100 теңгеге оқып, биржаға 1 теңге бермеген ғой, 1 теңге. Мен айтамын ғой, сен не деген өте андай айтады ғой, бір жол болып кеткен адамсың деп. Өйткені біз бердік биржаға. Ол қателік кезіндегі жаңа реал счетқа антушы бердік дейсіз ғой. Бердік, иә, өйткені ол қателіктерді мойындау керек. Жаңа үлкен суммамен реал счетқа кіріп кету, иә, ережені ұстанбау, білімсіз жаңағыдай әрекеттер жасау, эмоция, психологияны басқармау, тек қана ақшаны ойлау, фокусқа ақшаны қою деген мәселелерді ұстамағанның салдарынан бердік биржаға. Ол көп трейдер сөйтіп ақшаны береді негізі. Ол өзің қатең да. Ал мен бір шәкіртім, көп шәкірттерім, Аллаға шүкір, қазір біздің миссиямыз сол жалпы бұл биржаға дұрыс қалыптастыру ғой шәкірттерді. Себебі бұл жерде психология өте маңызды да. Егер ол ақша көп жоғалта беретін болса, адам, егер оның ішіндегі мені мықты болмаса, соңына дейін барам деген, ол жарты жолдан тастайды. Шыдамайды жоғалтуларға ше. И мен қазіргі миссиям сол шәкірттерді нарыққа дұрыс қалыптастыру да. И просто менің өзім экстраверттігім, жаңағыдай жыбырлақтығым, ноутқа ұзақ отыра алмайтындығым, жалпы негізі мен трейдингке келгенде мен сіздерге бір қызықты айтайын, мен туралы факт. Мен вообще ноутбукта жұмыс жасай алмайтын адам едім. Жасап көрмегенсіз бұрындары. Жасап көрмегенде енді ол ноутбукты стап көрмедім емес, стап көргем. Вообще ноутбукты менің өміріме қажет болмағаннан кейін мен оны қолданбағам күнделікті. Мен жалпы жаңа офлайн обучениеге бардым дедім ғой. Екінші күні ноутбукты шұқылаумен күнім өткенмін. Жұрттар ана жақта сызып, бірдеңені үйреніп атса, мен бір Tesla, Apple деп тербесе, екі көзім клавиште, Т-ны табам, сосын С-ны табам, Е-ні іздеймін, Л-ны іздеймін, сөйтіп өткен ғой уақытым бәрі ше. Өзіме күлкім келеді. Енді бұл жерде не айтқым келіп тұр, иә? Мен бір жағы өзіме рахмет айтқым келеді. Бірінші, Алла әрине зейінімді ашқан. Екінші, менің өзім тоқтамау, ішімдегі менім мықты болып тұрды да. Себебі мен сол жерден тастап кетсем болатын еді да. Ойлаңыздаршы, жаңа екінші күн жұрттар сызып жатыр, ол жерде енді әрине айтишниктер, уже бухгалтерлар болды, біздің арамызда бизнесмендер, әртүрлі саланың адамдар болды. Бірінші
обучениемде, иә, и ноутпен кәдімгі жұмыс жасап жүргендер олар автоматом алып кетті. Мен әлі ноутбукты қосып, оған клавишке қолымды үйреткенше, былайша айтқанда екінші күн өтті ғой, жай ғана өтті. Мен сол жерден тастауыма болушы еді. Менің миым айтты, сен неғып жүрсің вообще бұл салада? Сен әлі ноутбукты дұрыс қолдана алмайсың ғой, тастасайшы құрсын деген сияқты нәрсе болды да. И мен жоқ, тастамаймын дедім. Сызамасам да, істей алмасам да қайталай бердім, просто ше, істей бердім да. И мен қазір айтамын, қыздарға, мен барын ашып айтамын, обучение келген шәкірттеріме де өз опытымды айтамын да. Мен даже ноутбукты ұстай алмайтын, дұрыс ұстай алмайтын, игере алмайтын адам болғам. Қазір көріп жатсыздар, тоқтамаудың, қайталаудың, иә, үздіксіз аздан қолданудың әрекетінде ноутбукты көзімізді жұмып, жаңағы анализ жасай береміз. 10-15 минутта деген сияқты ғой. Енді бұл менің жаңағыдай ноутбукқа отырмағаным дер кезінде, сосын жаңағы жыбырлақтығым, енді отыра алмаймын ғой ұзақ бір нәрсені шұқылап. Соның барлығы негізі и жаңағыдай эгам бар, сосын героизм бар, соның барлығы былайша айтқанда нарыққа орнығуға біраз уақытты алып қойды да. Эгамды сындырғанша уақыт керек болды, ноутбукты игергенше уақыт керек болды, и жаңағыдай рынок сенікі дұрыс деп мойындағанша, былайша айтқан кезде уақыт керек болып қалды. И менің экстраверттігім, жыбырлақтығым тоже уақытты талап етті да. Экстраверттер өте эмоционалды адамдар болады ғой. Эмоцияны басқару вот мені көп нәрсе уақыт алған сол болды. Менше енді бұл трейдингтан бөлек бір сұрақ қойғым келіп тұр, бар ғой, маған қызық, прям мысалы қараңыз, негізі бұл жаңа сіздің өзіңіздің айтқаныңызға да ұқсас. Негізі бірі білсе, қазір мына жерде бірі білсе, бірі білмейді. Енді сізбен қазір жұмыс істеп жатқаныма 1 жылдай болды ғой, енді өзім біраз нәрсені байқадым сізден. Мысалы сіз айтып отырсыз, психологияны оқыдыңыз. Оны да сіз бір оқып қана қойған жоқсыз, түбіне дейін біраз зерттегеніңіз бар. Ол салаға қазір тоқталсақ, біз тағы 1-2 сағат отырамыз. 3 подкастардан болады ғой. Иә, психология саласын. Еще сіз медицина саласында бір ғана обучениемен тоқтап қалмадыңыз, қаншама білім іздедіңіз, еще бірнеше жылдар бойы. Еще ол салада түбіне жетіп шәкірт тәрбиеледіңіз. Енді еще трейдинг саласына келдіңіз қазір. Бұл трейдинг саласында өзіңіз еще айттыңыз, мен 7-8 даже 9 адаммен білім алмастыңыз. Әр мемлекеттің. Әр мемлекеттің ұстаздарымен білім алмасып, өзіңіздің біліміңізді арттырдыңыз да. И то есть бұл жерде сіз до конца андай қылдыңыз да, до конца істедіңіз. Сізді не шабыттандырды? Қалай сіз қалай шабыттанып жасадыңыз сіз? Мысалы мен соңына дейін бару ма? Соңына дейін. Қалай сіз соңына дейін бардыңыз? Сізді не шабыттандырды бұл салада ше? Мысалы, иногда біз боламыз, мысалы, или біз әлі жаспыз ба ше? Бір салада 1-2 білім алсақ, уже стоп, маған жетіп қалды деген сияқты нәрсе болады да. Ал сіз, еще иногда жатып қаласың, онда ерініп ше. Ал мен байқағаным, сізде ондай жоқ та, сіз до конца істейсіз. Еще ондай ғой, жоқ бұл аз дейсіз ғой ше. Мысалы, если мен болсам, или мен орында басқа біреу болса, жоқ, уже жетеді деген сияқты болады бізде. Вот сол маған қызық ше. Мен психолог ретінде менің өзім драйверім бар. Мен өзім танимын, мен өзімді білемін, мен өзім зерттегенмін. Жаңа айтып жатсың ғой, психология саласына негізі мен психолог болайын деп келген жоқпын. Негізі шыны керек. 2018 жылы мен өзімді зерттеп бастаған кезде өзіммен танысқым келді, өзімді зерттегім келді да. Сол кезде мен 1,5 жыл жаңағы психологтың терапиясында болдым, сол кезде мен өзім толыққанды зерттедім. Менде будь сильный, будь идеальный деген драйвер бар. Ол психологик драйверлер, енді оны жеке-жеке ашатын болсақ, ол ұзақ уақыт алады. Менде сол бар. Түсіндірсің ба? Драйвер, өмірлік драйвер да ол. Әркімнің өзінің драйвері болады негізі. Будь сильный, будь идеальный деген драйвер, ол осы менің лидер болуыма, жетістікке жетуіме, оңынан жаңағыдай плюсынан көмек берген драйверім да. Негізі өмірде мен лидерлік жақсы көремін. Енді ол қазір психология жағына тірелетін болсақ, баратын болсақ, ол ұзақ әңгіме, ол жерде мен ол жерде травмам да бар. Негізі травмадан туған нәрсе ғой. Енді ол лидер болуға үлкен травмалар да себеп болған. Көріп тұрсың ба адаммен қалай, Енді ол мен бірақ қара травманы травма деп айналдырмай, оны плюс жағына айналдырдым да. Менде характер бар. Соңына дейін бару деген. И менде жаман характер де бар, білесің ғой? Ашым шықса қандаймын, мен бірақ оны басуға, мен саған айтамын ғой, менің ашуым жаман. Мен баяғыда танитын кісілер біледі, мен негізі өте характерный адам болған, бірақ исламға келгеннен кейін, жаңа мен айттым, мен басында айтып кеттім, мына орамал исламның несі деген сияқты, туу деген сияқты, мен сол
характерімді тәрбиелеуге тырыстым жақсы жағынан. Себебі мен басыма орамал киіп алып, мен характерімді көрсететін болсам, мен алдыма келген адамды егер ол маған жақпай қалатын болса, менде жаңа соңына дейін бару деген нәрсе, осы бір кішкентай кезден осы бір ана болады ғой, бір намысыңа тиген адамды соңына дейін жеткізіп, доказать етіп, бытшын шығарып тастау, содан қалыптасқан сияқты. Мен өмірде, мысалы, адам болады ғой, мен тимеймін, өзім біреумен тимеуге тырысамын да, зияным тимесе екен деп, бірақ маған бір тиіп кетіп, бір шамыма тиіп болады ғой, мен сол адамды соңына дейін болады, соңына дейін жоқ қылып жіберуге дейін тырысатынмын да. Вот соны мен өзім жақсы жағына тәрбиелеуге тырыстым, басымдағы орамал үшін и исламға кір келмеу үшін да. Енді бұл сондай характерлер негізі бала кезден қалыптасты деп ойлаймын. Жаңағы, иә, соңына дейін бару, жағын берілмеу деген сияқты, иә. Сол мінез, сол да будь сильный, будь идеальный драйвер, соның барлығы маған бір кез келген саланы алып, соңына дейін жеткізу. Сен жаңа айтқың келіп тұрған, сен медицинада да болдың, сен жаңағыдай психологияда да болдың, енді трейдингте вообще бір-біріне былайша айтқанда, енді медицина мен психология ұштасады. Психология мен трейдинг ұштасады. Енді медицина мен трейдинг ұштаспайды ғой. Не алып жүрсің деген сияқты әңгіме ғой. Мен айтып жатырмын ғой, маған маңызды емес. Мен трейдинг тастап кетсем де басқа саладан ақша тауып кете беруім мүмкін. Мен нөлден бастай аламын, и қорықпаймын, и соңына дейін бара аламын. Ол былайша айтқан кезде менде қалыптасқан, мүмкін Алланың берген сондай бір қабілеті и характер. Бірақ Ұлжан әпке бар ғой, мысалы, біз ақша керек болса, біз істеуіміз мүмкін. Ақша керек болса, біз әр салада кетіп қалуымыз мүмкін. Бірақ сіз ақшаның керектігінен істемейсіз да. Сіз өзіңіз шабыттанып басқаша істейсіз. Мен өзім байқағаным. Мысалы, иногда біздің өзіміз бір саланы бастау үшін, иногда может ақша керек болғаннан бастауымыз мүмкін да. Бірақ сіз қалай шабыттанып істейсіз, қалай шабыттанып білім аласыз, ізденесіз. Тем более қазіргі жастарға қатты керек деп ойлаймын бұл. Себебі біз иногда болады да, білім алып аламыз 1-2 ай, 1-3-4 ай шабыттанып жұмыс жасаймыз да, одан кейін жатып қаламыз және плотно 1 ай миың андай болып қалады ғой, иногда шатасып, не істеп жатқаныңды білмей, өзімен өзі лағып жүретін кез болады. Құндылықты бірінші орында ақшаға қойғанда ғой мәселе. Көрдің бе? Сен егер бірінші орында құндылықты ақшаға қойсаң, ол ақша жоқ болғанда сен құндылығың өшті. И сен құндылық, ол ақша, ол құрал, мен үшін құрал. Ол келеді, иә, қолданасың и кете беруі мүмкін. Ол талай келген, Аллаға шүкір. Ол ақша үшін сен құндылығыңды жоғалта алмау керексің. Маған өте өкінішті, сондай адамдарға жаным ашиды. Кейбір адамдар болады ғой, қолына ақша біткенде өзгеріп кетеді. Адами қасиеттен айырылады, жаңағы ақша бітті болды, как будто ол жаңағыдай ана болады ғой, характерін өзгертеді. Өзімізді жоғары сынап кетеміз ғой. Негізі ақша беріп сынап көруге болады да адамды ше, қандай екендігін. Ондай өмірімде адамдар болды. Менің тағы бір мінезім деймін ба, или жақсы ма жаман ба білмеймін. Мен барынша адамдармен толық маған маңызды емес. Сен байсың ба, кедейсің ба, сен атағың бар ма, жоқ па. Мен адамдарды, мен сондай бір өзіме шешім қабылдағам, Алланың құлы деп, оның бәрі пенде деп қабылдауға тырысам, и бір жаңа қарым-қатынаста, жаңағыдай, не қарым-қатынас құруға боламын да, құрамын да, жалпы бір қарым-қатынасты ше. Бірақ мен өте андай характерім сондай, мен кез келген адамды өзіме, мен андай сақпын ғой, байқасаң, кез келген адамды жақын тартпаймын. Егер жақын тартатын болсам, оны зерттеймін, содан кейін барып қасыма тартам деген әңгіме ғой, одан кейін тартқаннан кейін ол егер мен сатып кетсе, мен ол адаммен екінші араласып, өтірік ана болады ғой, араласып кету, мен болды, все, ол адамды ішкі әлемінен жалпы үзіп тастаймын, былайша айтқан кезде. И мен ол адам қанша маған ертең жақсы бір болады, енді жетістікке жетіп, ол адамның бір дәрежесі өсіп кетіп, сол адамға мұқтаждығым тисе де, мен оның алдына бармауға тырысамын. Менде сондай тип характерлер бар да. Енді оның жаман жақтары да бар, ана болады бір адам кешірімді. Жоқ, мен кешірімдімін. Мен бұрын кешірімді емес едім. Мен айттым ғой, характерім жестокий болған деп. Қазір мен өзімді исламда болғаннан кейін тәрбиелеуге тырысып жатырмын да, кешірімді болуға тырысамын. Мен кешіремін, Аллах разылығы үшін, бірақ ол адаммен екінші көрмей араласпай кетуім мүмкін да. И сондай сияқты, иә. И жаңа бастапқыда не еді? Басжаға айналып кетті ғой. Шабыттандыру. Ақша сені шабыттандырмау керек. Менің ұстанымым.
Ақша сені Мгм. шабыттандырмау керек. Егер сені ақша шабыттандыратын Онда болса, қалай шабыттанамыз біз білім алуға? сен өмірде бір миссияң, басында айттым ғой, сен өмірде бір миссияң болу керексің сен. Мгм. Миссия ол қандай болу керек? Миссия адамдарға пайдасы тиетіндей. Марғұлан Сейсенбайды өте көп тыңдаймын, алла разы болсын, ол кісі өте көп маған себеп болды. Ол кісі жақсы жағынан подкасттарын тыңдаймын. Ол кісі айтады, сенің миссияң өзіңнің жаңағыдай қажеттіліктерін жабатын миссия емес, адамдардың бір қажеттілігін жабатын миссия болу керек. Мысалы, мен бұрын медицина саласында жүргенде, сауықтыру орталық болған кезде, мен миссиям керемет еді. Ол кезде мен кәдімгі шабыт алатын. Әрбір келген отзыв, әрбір емделуші, Мгм. бала көтеріп жатқандар, жаңағы басқа нәрселесіне емделіп жатқан кісілердің, үлкен кісілердің батасы мені негізі өсірген сол болды да. Үлкен кісілердің батасы, мен всегда стараться ететінмін, қыздарыма да айтатынмын, әлі де осы подкастты мақпал көрсе айтатын, сен алдағы уақытта да центрыңда сол нәрсені стансаң, мен беріп кеттім ғой центрда, сен осыдан ұтылмайсың деп. Неге? Мені өсірген адамдардың алғысы мен батасы болды. Өйткені шексіз ризықты алла тағала солай беріп қойды да. И сол кезде жаңағыдай миссия менде сол салада жүргенде адамдардың барынша қарғысын алмай, батасын алу керек болды да. Мейлі маған ақша төлемей кетсін, маған маңызды емес еді ше. Өйткені мен білем, алла тағала басқа жақтан маған еселеп беріп қоятын да. Мен трейдингке келген кезде мен миссиям жеке қарабасым миссиясы болды ғой. Жаңағы, көрдің ба? Уже менде депрессия басталып бастады. Мен ақмақпын. Мен өмірде как будто миссиям жоғалтып алғандай болдым да, адамдарға пайдам тиюі. Мен қалай трейдингте енді жаңағыдай адамдарға пайдам тиеді енді деген сияқты нәрсе болды менде ше. Мен ойландым. Мен қарасам трейдингте қара басым миссиямды ойлап кетіп бара жатыр екенмін да. Мен депрессияға түскен кездерім болды. Көрдің ба? Ақша бар, ақша проблема емес, ақша табылып жатыр. Ол ақшаны баяғыда да тауып үйренгенмін. Бірақ сонда тыныш емессіз. Тыныш емеспін. Маған бір не болды андай, бір түрлі болдым да, жеркенішті сияқты. Блин, осы өмірде тек қана өзім қара басымды ойлап өтетін болдым ғой енді, өзім арманым саяхаттау, өзім ақша табуым деген сияқты. Содан кейін барып мынау халал харам мәселесі қозғалды ғой. И менде трейдингте миссия пайда болды. Сол кезде байқасаң, мен соңғы кездері менде құлшыныс пайда болды, менде шабыт пайда болды, энергия пайда болды. Неге? Менде миссия пайда болды. Адамдарға осы бізде трейдинг саласы енді келіп жатыр ғой, ертең бұдан ары дамымаса ол әлсіремейді. Трейдингте 230 жыл тарих бар да, қаншама ғасырлық. Сондықтан бұл сала біз мұсылмандарға халал харамды ажыратып алу өте маңызды болады да. И менде бір миссия пайда болды. Былтыр білесің ғой, подкаст түсіріп бастағанда менде шабыт пайда болды. И мен бұл саладағы трейдингтегі миссиямды таптым. Былайша айтқанда, ол қазіргі миссия халал. Мен саған айттым ғой, осы жылға біз жақсы үлкен план қойып отырмыз, СНГ-ге даже мұсылман елдеріне неден шығу халал харамдық бойынша, сол нәрсе маған қазіргі таңда трейдинг саласында үлкен шабыт беріп тұрған миссия. Ол ақша келе беруі мүмкін, ол мен өзім табуым мүмкін, ол инвестициядан келуі мүмкін, ол обучениеден келуі мүмкін, не важно. Менде үлкен миссия тұр. Қазір миссияны енді менің өзімнің үлкен мақсаттарымды айтпай ақ қояйын, но мендегі қазіргі уақыттағы миссия Қазақстанға және де бізде ТМД елдер бар ғой, Өзбекстан, Қырғызстан деген сияқты, біздің тілдес елдер, соларға сол елдегі мұсылмандар қазір қарқынды дамып тұрған сала трейдингтегі халал харамды ажыратып алса, адалынан ақша тапса деген миссия. Енді иншалла сол миссияға жетеміз деген ойдамын. Вот сол миссия мені шабыттандырады, и соңына дейін алып барады сол. Так, онда осы жерде маған бір сұрақ пайда болды да, біз миссиямызды қалай табамыз? Мен бұл сұраққа қиналатын шығармын. Енді миссияны табу үшін ол миссия бірінші саған шабыт алып келу керек. Ақша емес. Ақшаға қоймаймыз. Ақшаны кез келген жерде табуға болмайды. Ақша ол инструмент. Сен ақшаны кез келген салада табасың. Сен продавец болсаң да, сен басқа мобилорг болсаң да, сен продюсер болсаң да, сен трейдер, сен врач болсаң да табасың. Түсініп тұрсың ба? Маңызды емес ақша қай салада. Сенің миссияң саған шабыт алып келу керек. Саған шабыт сыйлау керек. Сен содан шабыттану керексің. И сенің миссияң адамдарға пайдалы болу керек. Вот осында екі нәрсе ұштасқанда мен айтатын едім, керемет жетістікке жетесің. Сені алла тағала бар жағынан қолдап қояды. Қараңыздар, біз ойлаймыз, мен өмірде мына нәрсені жақсылап түсіндім. Соңғы умраға барып келгеннен кейінгі өте қатты жоғары маған бір урок болды. Егер сен барлығын өзім жасап жүрмін деп ойласаң, қателесің. Біз иногда герой болып кетеміз.
пенде екенімізді Иә. ұмытамыз да героизмге салынып бүйтеміз де, ой мен осыны обучение өткен, мен осы білімнің арқасында. Егер сен ала берген миың бір күнде жұмыс жасамай қалса, сен тренингтен алған білім бәрін ұмытып қаласың, болды, бітті, сен ешкім емессің. Например, сен қолыңмен жұмыс жасап жүрсің, сен егер қолың бір күнде алаң қалаумен жоқ болып кететін болса, сен ешкім емессің. Например, значит, не біздің барлық жасап жатқан ісіміздің барлығы тек қана алланы қалау. Алла қалап, Алланың мейірімі деп айтатын едім. Бізге Алла мейірімін төгу арқылы, Алла бізге сол нәрселерді хайырынан қалау арқылы біз соны былайша айтқанда жай жасап жүрміз. Сен Алласыз ешкім емессің. Сен Алласыз даже бір жұтым ауған жұта алмайсың. Сен түнде тұншығып қалшы жастыққа бірдеңкеге. Сен оянбай қалсаң, болды кеттің деген например, сондай сияқты мысалда біз иногда менмендікке салынамыз да. Мен бәрін жасап жатырмын. Егер менмендікке салынатын болсаң, сен Алла тағала кез келген жерде шалып қалуы мүмкін да. И мен бармын ғой деген сияқты соған ұрынып қалмау үшін мен всегда енді бір идеальный адам болып көрінбей ақ қояйын, всегда тәубеме келіп шүкірлікті айтып отыруға тырысамын. Мен вообще не істеп жатырмын, кімнің несімен деген сияқты қалаумен. Себебі осы трейдинг саласына келгенде маған басақ уақыт айттым ғой, алып жатырмын білім, алып жатырмын, миыма қонбайды, ұстаздардан деп айта алмаймын, просто миыма қонбайды. Сосын мен бір күні бір ұстаз, дін жағынан ұстаз, сол кісі маған мынау Робби зидни ғилман деген дұға бар ғой, сол дұғамен бөлісті да. Жалпы мен араб әріптерін үйреніп жүргенмін, сол дұғаны оқи берші. Вообще Алла тағала сен бет бұрған салаға егер де сенің зейініңді ашпаса деді, сен ештеңе істей алмайсың деді. Сосын мен сол дұғаны жаттап алдым. И мен ол кез келген салаға келген кезде қолданатын болдым да, и айтып жүретін болдым. И мен әлі есімде сол дұғаны айтып бастағаннан, шынымды айтсам, мен енді ол бір чудо, ой дұғаға келіп тіреп қалма деген әңгіме емес. Әрине ол жерде еңбек, әрекет, тоқтаусыздық, аз-аздан үздіксіз қайталау бар. Но бұл дұға зейінімді ашқандай болды да. Мен басқаша қабылдай бастадым. Значит, не, сен Алласыз ешкім емессің. Осыны ұмытпау керекпіз. Осыны ұмытпау керек. Жаңа миссия бойынша сен бірінші сен шабыттандыру керек ол сала, сосын адамдарға пайдасы тию керек. Сонда ғана сен дұрыс миссияңды табасың деп ойлаймын. Мен пікірім. Ұлжан әпке, енді қазір маған бір ой келіп тұр да, енді мына подкаст қазір қаншама әйелдер көріп отыр ғой, енді әйелдер қауымы біз көбірек көреді. Сол кісілерге, қазіргі әйелдер қауымына өзіңіздің бір ішіңіздегі или қазіргі ойыңызға бір Аллах кейде бізге аузымызға бір сөздер салып қояды ғой, сондай бір неңізді бөліссеңіз. Мысалы, әйелдерді шабыттандыратын ба, может әйелдердің көзін ашатын ба? Себебі қазір декреттегі аналар бар, депрессиядағы әйелдер бар. Соларға өзіңіздің бір ойыңыздағы, қалай айтсақ болады, бір шабыттандыратын сөз дейік па, или бір кішкентай бір білім. Енді мен біреуге ақыл айтатындай ешкім емеспін. Бірақ өз тәжірибеммен психолог ретінде айтатыным, біз мынаны ұмытпау керекпіз. Біз ешкіммен өзімізді салыстыруға хақымыз жоқ. Себебі біз Алланың ерекше бір индивидуалды дейді ғой, ерекше бір жеке дара жаратқан жаратылысымыз. Сен ешкімге ұқсамайсың. И сен жеке дара жаратылыс болғаннан кейін, сондай саған Алла тағала 12 мүше түгел дене, мүмкіндік, ми, сана бәрін бергеннен кейін сен ерекшесің. Сен ешкімнен кем емессің, сен жаңағыдай ешкімге мынандай былайша айтқанда тәуелді емессің, сен біреудің несін тәуелді емессің деген сөз. Мен түсінемін, қазір мүмкін үйде отыр, мүмкін послеродовой депрессия, жұмыс жоқ, ақша жоқ, бірақ мына нәрсені ұмытпау керек та. Алла барлығын беруші и мейірімді. И сен егер просто қаласаң, дұрыс ниет, ол дұрыс ниет ойдан басталады. Ойды дұрыстау керек. Сен дұрыс ниет, ой ойлап, Алладан сұрасаң, түбісі сен армандаған өмірге жетесің. Негізі. Біз ойлаймыз, жаңағы әңгімен, жаңағы ақшаға келіп тіреледі да, ақша бітіп қалған кейін бәрі тастаймын деген, қара, сол кезде ниет дұрыс емес. Ниет. Сен егер дұрыс ниет қойсаң, дұрыс нәтиже жаңағыдай ниетке кішкене жай әрекет жасасаң, сен дұрыс ниетіне қарай Алла тағала бәрін беріп қояды. Енді дұрыс ниет қою мәселесі көп жағдайда адамның миындағы шектеулермен қойылуы мүмкін. Мысалы, мен қазір ауылда отырмын, қайда маған Дубай, қайда маған Таиланд деу мүмкін. Ақша жоқ қой, кредит бар ғой менде. Ақшамен тірелуі мүмкін. Мен айтып жатырмын ғой, бұл өмірде ақша ол жай ғана құрал. Ол өте бір маңызды дүние емес та. Енді сен просто ниет етші.
ниет ет. И дұға етші, Алладан сұра. Қандай да бір кішігірім әрекет. Сен ертең сол арманнан арманға қалай жеткеніңді білмей қаласың. Тем более қазір айтады, тез айналым болып жатқан уақыт қой. Ол айналым баяғыдай ұзақ айналып келмейді, тез болады да. Сол үшін ниет дұрыстау керек. Ойда Алланы шектемеу керек. Алла шексіз. Енді мен әрине жаңағыдай не бойынша айтатын болсам, жаңа бізде айтады ғой, мидың шексіздігін дұрыстау үшін жаңағыдай богатый мышление өзгерту үшін жақсы жерге барып отыру керексің, табақ ішу керексің, күшті шетелді көру керексің, қымбат бренд алу керексің. Жоқ, ол ондай емес. Мен айтатын едім, богатый мышление көтеру үшін просто Алланың шексіздігін көре білу. Алланың шексіздігін ауылда дұрыс па? Пожалуйста, талға қараңыз. Мен өзім техникам, өзім қолданғам, мен далаға шығатынымда қар жауатса, қарға қарайтынымда айтатын, Алланың құдіреттілігі, шексіздігі шексіз деп ше. Қар өте көп шексіз. Мен бұрын енді жаңағыдай шетелге шықпайтын кезде енді бәріміз нөлден тұрдық қой, жас кезінде деген сияқты қандай техника қолдан, осы бір техниканы қолдансаңыздар, талдарға қарайтын, талға қарап жапырақтың шексіздігін көретін да. Жерге қараймын, шөпке қараймын, элементар нәрсе оны сатып алудың қажеті жоқ. Солай мен шексіздігімді өсіре, альхамдулилля, маған сондай Аллах тағала шексіздігін көрсетті. Осы Таиландқа барғанда мен теңіз, үнді мұхитының үстінде мен сондай Алланың шексіздігін көрдім да. Кішкентай нәрседен басталған негізі ол. Сіз жердің астында дайвинг жасадым ғой мен. Сол кезде Алланың жердің астындағы шексіздігін де көрдім да. Шектеу тек қана менің басымда екенін түсіндім. Ұлжан әпке, енді бір сұрақ қойыншы сізге. Өміріңізде сіз үшін ең маңызды нәрсе, ең маңызды не өмірде сіз үшін? Енді өмірде маңызды нәрселер өте көп қой, бірақ мен үшін Аллаға құл бола білу бірінші орында. Себебі біз құл екенімізді мойындау, ол үлкен бір жетістік деп ойлаймын да. Себебі біз Алланың жаратылысымыз, оны мойындау керек. Екінші нәрсе, табысқа келетін болсақ, адал табыс табу. Адал. Табыс болу мүмкін кез келген салада, жаңағыдай Алланың шектеген нәрселеріне қарсы шықпай, дұрысынан табыс табу, сол дұрыс өмір сүру. Одан кейінгі мәселе, жаңа мен басында да айтып кеттім, бізде Алланың жаратылысы ол адам. Адам, значит, не Алланың елігі, сол адамдарға қандай да бір зияның тимеу, пайдаң тию. Бұл менің миссиям. Одан кейін барып, бұл өмірді жаңағыдай екі өмір дейді ғой. Біз енді мұсылман болғандықтан, ислам дінін практиковать ететін болғандықтан біз білеміз, ақырет бар екендігін, осы өмір бар екен. Осы пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан сияқты, осы өмірді енді мен идеально ұстап жүрмін деп айта алмаймын. Барынша баланста ұстау, ертең Алланың алдына барғанда да мені қатты уайымдатады. Мен білесің ба, мені қазір ақша жоқ болып қала ма, не болып қала ма деп уайымдатпайды. Енді Алла тағала онымен сынамай ақ қойсын, мен күштімін деп айтпаймын. Ол пенде болғасын болады. Бірақ менде всегда жүрегімде тұрады. Ертең мен Алланың алдына барғанда осы үшін жауап беремін ба? Не деп жауап беремін? Не жауап беремін? Мысалы, қазір мен тренингке келетін болсақ, мен жасай берсем болатын еді, ешкімге айтпай-ақ. Бірақ мен біліп тұрып айтпасам, ол тоже мұсылман біліп тұрып бөлісу парыз ғой. Сол сияқты нәрселерді. Мен көп нәрсені фильтрден өткізген кезде, мен бірінші орында шариғат, ислам қалай қарайды, мен соған қарама-қарсы нәрсе жасап жатқан жоқпын ба деген нәрсеге қатты акцент салуға тырысамын. Өйткені біз бұл өмірде мәңгі емеспіз. Оны мойындасақ та, мойындамасақ, қазір айту мүмкін, мыналар орамал киіп алып, мынау. Мойындаңыздаршы, апаларыңыз кезіндегі, аталарыңыз біздің ата-бабаларымыз қаншама ғалымдар бәрі өмірден өтті ғой. Бізде өтеміз, бізде мәңгі емеспіз. Мен мамам мысалы 65-70-ге келіп жатыр, сұрасам, арттағы жастық шағыңыз, қазіргі өміріңіз қалай өтті десем, как будто бір күн сияқты былай. Болады ғой, камерада рилстар түсіресің ғой, тез бір минут солай өтіп кеткен сияқты. Біздің ертең өміріміз солай өтеді. Бірақ біз қаншалықты бұл өмірді дұрыс сұра білдік. Сол өте маңызды. Қалай пайдалы болдық? Бұл өмірдің миссиямыз дұрыс атқарылдық па? Мен үшін негізі өте маңызды нәрсе сол деп айта аламын. Бірақ идеальный адам емеспін. Машаллах. Енді сіз өзіңіз трейдинг эксперті болғандықтан, қазір неше жылдық осы трейдинг саласында жүргендіктен,
осындай енді трейдерлар көріп отыр бұл подкастты. Сол кісілерге, новичоктарға өзіңіздің бір кеңестеріңізді бөліссеңіз, немесе трейдерлар үшін нәрсе маңызды? Енді өзіңіздің бір білетін біліміңізбен бөліссеңіз. Негізі басында айттым мен жаңа, ешкім трейдингке келгенде ұстаз боламын деп келмейді. Бірінші өзім үйреніп алсам деп келеді. Кейін менде вообще менің анам 35 жыл мұғалім болған кісі. Мен анамды мұғалім болса да баяғы мұғалімдер қандай еді? Өзің балаң ең жаман, біреудің баласы идеальный. Сен мамаңа сабақ айтпасаң да іш қояды да. Сондай мұғалімдер болды кезінде. Мен анам сондай болды да. Мен мамамды көріп түнімен план жазатын. Ол кезде жаңағыдай жоқ қой, онлайн деген нәрсе. Ұйықтап кетіп план жазатын. Бізді оқытудың орнына біреудің баласын оқытатын сияқты мәселелер ғой енді бұрын. СССР-дің кезіндегі кісілер, аналар мұғалім болса, сондай мұғалім болды да ол кісілердің кезінде, ол кісілер. Енді мен сол кезде анамды көріп мен айтатын, мұғалім болмаймын. Мамам да айтатын, мұғалім болмай ең ит жұмыс, рахметі жоқ жұмыс деп айтатын, аздан кешке мұғалім мектепте жүретінші. Енді былай қарасам, мен как будто анамның сценарийін қайталаған сияқтымын да. Бірақ мен мектепте мұғалім болған жоқпын. Ұстаздық қанда барды. Тем более медицина саласында да ұстаз болдыңыз. Ұстаздыққа кетіп қала беремін, байқасаңшы, көп. Маған ұстаздық еткен ұнайды. Мүмкін ол анадан берілген бір қасиет, бір не болуы мүмкін да, характер болуы мүмкін ше. Мен қазір ойлаймын да, мен мұғалім болмаймын десем де, мектепте мұғалім болмаса да бәрібір мен ұстазбын. Ол маған анадан берілген. Аллаға шүкір, шүкірлік етем. Енді трейдинг саласында ұстаздық еткен маған ұнайды. Маған шабыт алып келеді. Мен ұстаздыққа жауапкершілікпен қараймын. Себебі қаражым, мен саған айттым ғой, маған бірінші орында фильтр, ертең аяққа барғанда не жауап беремін деген нәрсе. Сол кезде мен ұстаз бола тұра, мен әрбір келген шәкіртке жауаптымын. Мен осы нәрсе қатты ұйымдатады. Мен даже кейбір қыздар айтады, неге сонша бөпе құсатып, шәкірттерге жаңағы артынан жүресіз дейді. Ол менің жауапкершілігім. Маған келген әрбір шәкірт ол разы болып кету керек. Мен ұстанатын ұстанымдардың бірі ұстаздықта. Неге? Себебі мен ертең Алланың алдына барғанда ол адам маған разы болмай тұрғанын мен қаламаймын. Ол осы нәрсе. Мен ұстаздықта сол нәрсені. Сосын ұстаздық болған кезде менде былайша айтқанда неге ұстаздықта бір ұнайды деген мәселе ғой. Ұстаз деп айтқан сөз маған кайф алып келетін сияқты да. Маған ұнайды да бөліскен білімменше. Мен ұстаздық ету арқылы өзімді шыңдаймын. Өйткені жауапкершілік қой, жауапкершілік сезіну арқылы. Енді трейдинг саласында ұстаздық етіп жүргенімізге 1 жыл болды, білесің. Аллаға шүкір, нәтижелеріміз керемет. Ұстаздық болған кезде мен жауапкершілікті өте қатты жақсы сезінемін, білемін, әрбір шәкірт үшін жауаптымын. Даже халал харамдық мәселелері болса да мен бәрі шәкірттеріме орнына қойып беруге тырысамын. Сосын ұстаз үшін шәкірттің жетістігі ол өзінің жеткен жетістігінен де бірінші орында. Сол нәрселермен шабыттанамын, күш аламын. Енді трейдингке келіп жатқан новичоктар болса, мен айтатын едім, біздің қателіктерді қайта алмаңыздар. Менің шәкірттерім, қазір бізде ережелер бар. Біз трейдинг осы екен деп оқытып жібере салмаймыз. Трейдинг осы екен деп ақшаны салғыза салмаймыз. Ол жерде өзінің жаңағы бірінші дұрыс білім беру, дұрыс білім, одан кейін барып психологиясы. Трейдинг 80-90% психологиядан тұрады. Мен өзім психолог маманмын. Сол маған өте керемет жаңағыдай не беріп жатыр, қосымша мүмкіндіктер беріп жатыр. Шәкірттермен дұрыс жұмыс жасай алады. Себебі мен айтушы едім, осы жерде айтып кетейінші. Жалпы трейдер ұстаздық қабілеті болу керек. Психологиялық хотя бы база білім болу керек. Себебі 80-90% психология өте маңызды. Даже трейдингке қадам басқаннан бастап адамда психология проблема басталады. Жаңа айттым ғой, тастап кету, игере алмау, қиыншылықтар болу. Содан ұстаз өткізіп жерсе, қолынан жетелеп. Екінші этап реал счетта басталады. Эмоцияны басқара алмау, ақшаны басқару, игеру, ол жерде тоже ұстаз керек болады. Көрдің бе? Осы этаптардан өткізе алатын грамотный ұстаз болу керек. Осылардан дұрыс қалыптастыратын болса, жаңағы мен сияқты менің қателігім ақша жоғалту, трейдингпен жаңағыдай бірнеше жерден тоқтамай, қаншама оңай емес қой, 500 мың, миллион әр жерге ақша салу, білімге, соның барлығын жібермейді. Бір ғана ұстазбен нарыққа дұрыс орнауға болады. Мен енді новичоктарға ақылым, енді менің шәкірттерім болсын, басқа жақтан оқып жүрген шәкірттер болса, бірінші акцентті білімге қою керек. Білім. Сіздердің қазіргі бірінші орында трейдингке келгендегі миссияларыңыз, вообще мақсаттарыңыз ақша табу болмау керек. Ақшаны мидан шығарып тастай салыңыздар. Егер жұмыс жасап жүрген кісі болса, жұмысын тастауға болмайды. Себебі ақша келіп тұратын артта не болу керек?
финансовый подушка болу керек, сол жақта не істеу керек? Ол бірінші мынау нарықты жаттау керек, түсіну керек, құрылымын еріп алу керек, жан жақты қарап өзін толыққанды нарыққа жаңағыдай қойғаннан кейін барып, өзінің реал счетқа өтетін ережелері бар. Сол ережелерді ұстану арқылы не істесе, орнықса, онда ақша жоғалтпайды. Егер де нарық осы екен, трейдинг осы екен деп анау маркетинг көрініп жатқан инстаграмдағы неше түрлі профиттарға қызығып, мен де осыны таба қалам, әлі миына нейрондар қалыптасқан жоқ. Егер сол эмоциямен, сол эйфориямен келіп нарыққа үлкен сума салатын болса, мен саған айттым, жаңа ақшасы бар адамға өте қауіпті. Ертең запаста тұрған ақшаны әкеліп салса, просто бүкіл ақшаны нарыққа береді. Болды. Оны ештеңе істей алмайсың, қайдыра алмайсың да. Осы нәрсенің бәрін біз шәкірттермен обучение өткен кезде үйретеміз. Психологиялық поддержка, дұрыс қалыптасу ережелері, әрине дұрыс білім, анализ, ол техникалық жаңағыдай білім, ол өз алдына дұрыс берілуі. Одан кейін барып психологиялық және нарыққа дұрыс қалыптасу ережелері, осының бәрі қамтылады. Бізде әрине қазір менде көмекшілерім бар деген сияқты, мен 24-те 7 даже группаларда өзім отырамын, өйткені өте маңызды. Ол адамдар маған сеніп келгеннен кейін, ол мен техникалық білімді берсем, ол жеткіліксіз, түсініп тұрсың ба? Олай жібере салуға болмайды, өте қауіпті. Себебі мен білесің, наставничество, разбор сабақтарын өтемін. Наставничествоға келген кісілер, бір қыз болды менде, 500 мыңға 5-ақ күн обучение оқыған. Сосын ол жерде дұрыс жаңағыдай ережелер дұрыс барлығы түсіндірілмеген кесірінен ақша бар бизнестегі қыз болған, реал счетқа $20 мың ма, $15 мың салған. Қателеспесем $20 мың, соның $15 мың минуспен келді. Оған дейін жоғалтқан. Енді ақша бардың кесірі. Ол жерде білім берді, ұстаз бердім, мен саған 5 күн ары қарай өзің жаса деген нәрсе жүрмейді. Бұл трейдинг саласында ұстазбен үйренгенше, игеріп алғанша орта болу, ұстаздың кері байланысты, одан кейін барып жаңа ұстаз психологиялық жағынан білімі болу өте маңызды. Маған былайша айтқанда шәкірттерді нарыққа ақша бермей, үлкен шығындарға ұшыратпай, табысты ақырындап нарыққа дұрыс орнықтыруға осы психология білімі өте көп себеп болып жатыр. Енді трейдингке мен айтушы едім, мамандық ретінде қараңыздар. Бұл мамандық, ертең бұл трейдингті жақсылап игеріп алсаңыздар, мен трейдер маманым деп еркін айта аласыздар. Және де басқа мамандықпен айналыспай, осымен толыққандай айналып кетуге болады. Бірінші орында білім, одан дұрыс нарықты жаттап игеріп алғаннан кейін барып, реал счетта ақырындап, эмоцияны, психологияның бәрін басқарып, ережеге, дисциплинаға бағыну арқылы нарыққа орнығуды ойлау керек. Егер де уже келіп қандай да бір жоғалтуда жүрген кісілер болса, мен айтатын едім, қазір сіздердің психологияларыңызға өте қатты ауыр болып жатыр. Нарықтан берген ақшаны қайтару этапында жүретін болсаңыз, айтатын едім, өте қатты ары қарай ұтылулар болады. Ол просто жоғалған ақшаны болды ұмыту керек. Ұмытып, қайтадан нөлден бастап, дұрыстап психологияны қалыптастыру. Просто неге айтып жатырмын, көп жағдайда ақшаны жоғалту процесінде жүрген кісілер былай ойлайды, мен анализден қате жіберіп жатырмын. Акцент сол жаққа сала беру мүмкін, техникалық анализге. Мүмкін оның психологиясында проблема. Ода ашкөздік, эмоция басқара алмау, ода жаңағыдай рынокпен ерегісу, мен сияқты эгосы ойнап тұру мүмкін да. Сол нәрсені коррекция жасап жүретін адам болса, наставник болса, ментор болса, негізі бұл салада наставник, ментор, орта болу өте маңызды. Болса, сонымен бірге жұмыс жасап, нарықты жақсылап түсініп алса, ары қарай ол өз жұмыс жасап кете береді. Жалпы осылай. Бүгінгі подкаст көп адамға өте пайдалы болды деп ойлаймын. Енді иншалла пайдалысынан болсын, босқа біреудің уақытын алмай, пайдасына тисін, иншалла. Енді Ұлжан әпке былай жасасақ, бүгінгі подкастты соңына дейін көрген, осы сыйлық берсек, соңына дейін көрген адамдарға, мысалы сізден түйген бір ойларын өзінің инстаграмдағы стористарына сізді белгілеп салсын, және сол салған адамдардың арасында 3 адамға сыйлық сыйлайық. Жақсы, иншалла. Өздеріңізге ұнаған және Ұлжан әпкенің бір күшті сөздері, мотивациялық сөздері болса, сол аралықты қысқартып салып қойсаңыздар да болады, күшті қылып. Және сол салған адамдарға 3 адамға сыйлық ойнатылатын болады. Ал онда біз бүгінгі подкастты аяқтайық. Уже уақыт болыпты. Ал барлықтарыңызға сау болыңыздар.
Сау болыңыздар, ассалаумағалейкум. Иншалла сіздер үшін қайырлы подкаст болсын. Негізі айтатын дүниелер өте көп. Егер де бұл формат сіздерге өтіп жатса, біз жалғастыруға дайынбыз. Себебі трейдингтен басқа психология саласын, мен жаңағыдай қандай тәжірибемнен өткіздім, қандай тәжірибелерім бар. Неге мен психолог терапевт болған жоқпын, неге оның жаңа шариғатқа келмейтін тұстар болды, неге ондай шешім қабылдадым деген Әлі қызықты тақырып көп. мақсатта біз жасай аламыз, иншалла. Жақсы, қайырлы подкаст болсын сіздерге, сау болыңыздар.